Қытай медицинасында бізге әдеттен тыс болып көрінетін емдеу әдісі бар. Бірақ ескі қытайлық дәрігерлер оны қолданып оқушыларына беруде. Бұл әдіс көп ақша жұмсауды қажет етпейді. Және ол Қытайдың өте бай тұрғындары және кедейлеу тұратын тұрғындары да қолданатын әдіс. Ол көптеген ауруларға қарапайым және тиімді әсер етеді. Атап айтар болсақ, бұл ауырсынуды жеңілдететін, денені тазартатын және қабынуды кетіретін қытайлық әдіс. Неліктен кіндікке май жағу керек? Бұл қандай ауруларға көмектеседі? Майды қалай дұрыс жағуға болады? Және неліктен кіндікке май жағу керектігі жөнінде айтатын боламыз. Қытай медицинасында кіндік майын жағу акупунктура мен дәстүрлі Қытай массажының әдістерімен байланысты. Бұл әдістер денсаулықты жақсарту және әртүрлі белгілерді жеңілдету мақсатында денедегі белгілі бір нүктелер мен аймақтарды ынталандыру мақсатында қолданылады. Дәстүрлі Қытай медицинасында кіндік маңызды энергетикалық нүктелердің бірі болып саналады. Қытайлық дәрігерлердің пікірінше, кіндіктің айналасына май жағу осы аймақтағы ци энергиясы мен қан айналымын жақсартады. Сонымен қатар ішкі ағзалардың жұмысын ынталандырады. Нақты мәселелерге немесе мақсаттарға байланысты әртүрлі майлар немесе май қоспалары қолданылуы мүмкін. Олардың кейбіреулері құрамында дәрілік өсімдік сығындылары болуы мүмкін. Олар организмге пайдалы әсер етеді. Достар, бұл видео барлығыңызға пайдалы болады деп ойлаймыз. Өйткені бұл әдіс қарапайым және қауіпсіз, бірақ сонымен қатар жалпы аурулармен күресуге көмектеседі. Бұл бейне туралы достарыңызға айтыңыз және дәстүрлі медицина туралы пайдалы ақпараттардан хабардар болу үшін YouTube каналымызға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл қандай ауруларға көмектеседі? Кіндікке әсер ету үшін қытайлық дәрігерлер ауруға байланысты нақты майларды таңдап, әртүрлі майларды пайдаланады. Жүрек айнуы, іш қату, диарея немесе кебулермен көрінетін ас қорыту жүйесінің бұзылуы кезінде. Бұл аурулармен кіндікті зімбір немесе жалбыз майымен майлау керек. Сондай-ақ олар іштің ауырсынуын жояды. Ең бастысы ағзаны токсиндер мен шлактардан тазартады. Лаванда майы тыныштандыратын және босаңсытатын әсерімен танымал. Оны стресс пен шиеленісті жеңілдету үшін қолдануға болады. Менструалды циклге байланысты кейбір белгілері бар ауруларға, мысалы, іштің төменгі бөлігіндегі ауырсыну немесе тұрақты емес етеккір. Қытайлық дәрігерлер зәйтүн және кокос майларымен емдейді. Жалпы алғанда, бұл майлар екі жыныстың да репродуктивті қызметін жақсартуға пайдалы. Ал аршаның, яғни можжевельниктің майы ер адамның потенциясын арттыруға көмектеседі. Иммундық жүйені нығайту және дененің энергиясын арттыру үшін кіндікке женьшень майын жақсы әсерін береді. Тері мен көз айналасының құрғақтығын кокос майы кетіреді. Бұл сонымен қатар саңырауқұлақ ауруларының алдын алу құралы болып табылады. Артрит және артроз сияқты бірлескен ауруларда кастор майы Қытай медицинасында қолданылады. Ал аяқ пен қолдағы ауырсынуды және дірілді жеңілдету үшін кіндікке қыша майы жағылады. Суық тию, ісіну, жоғары қысым және стресстен арылу үшін тимьян немесе эвкалипт майын қолданыңыз. Олар антисептикалық қасиеттерге ие және тыныс алуды жақсарту, жөтел мен суықтың белгілерін жеңілдету үшін қолданылады. Шай ағашының майы қабынуға қарсы және бактерияға қарсы қасиеттерімен танымал. Оны терінің тітіркенуін жеңілдету, қабынуды азайту және инфекциямен күресу үшін қолдануға болады. Құрметті достар,
осы айдың аяғына дейін каналымызды 50 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан біздің мақсатқа жетуімізге көмектесіңіздер. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Розмарин майын қан айналымын жақсарту, бұлшықет кернеуін жеңілдету және энергияны арттыру үшін қолдануға болады. Камфора мен қайың бұрышының майларын қан айналымын жақсартуда және бұлшықеттер мен буындарға байланысты ауырсыну белгілерін жеңілдетуде қолдануға болады. Майды қалай дұрыс жағуға болады? Бұл қытайлық емдеу әдісінің тиімділігі көбінесе оны қолдану ережелерін сақтауға байланысты. Қажетті майды кіндікке тамызу керек, бірақ 3 тамшыдан артық емес. Сонымен қатар, сол май қолды майлап, кіндік айналасындағы аймақты уқалау керек. Мұны ұйықтар алдында жасаған дұрыс. Майды жылы ұстау үшін алдын ала қыздыру керек, бірақ теріні күйдірмей. Кейбір майлардың өткір иісі бар екенін және концентрацияланған кезде теріні тітіркендіретінін ескеріңіз. Бұған жол бермеу үшін мұндай майларды негізгі майларда сұйылту керек. Негізгі май үшін ең жақсы таңдау зәйтүн майы. Процедураны бастамас бұрын кіндік аймағы мен айналасындағы терінің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Май жағылғаннан кейін майдың сіңуіне және әрекет етуіне мүмкіндік беру үшін бірнеше минут демалыңыз. Бұл техниканы қолдануда қарсы көрсетілімдер бар. Белгілі бір майға аллергия, терінің сезімталдығы және ауруы, жүктілік немесе балаларға бұл әдісті қолдануға болмайды. Бұл қытайлық кешенді емдеу техникасының тиімділігіне қатысты әркімнің өз пікірі болуы мүмкін. Кейбір адамдар бұл тәсілдің оң әсерін байқауы мүмкін, ал басқалары айтарлықтай нәтиже алмауы мүмкін. Ғылыми зерттеулерге негізделген және уақытпен тексерілген нұсқаулар әдетте олардың тиімділігі туралы кеңірек қолдау мен дәлелдерге ие екенін ұстаған жөн. Видео ұнады ма? Видео ұнаған болса, лайк басуды және каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Келесі кезекте кездескенше аман сау тұрыңыз.